сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 24-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз буын. Балалар, ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Туған жер. Атасы мен Дарханның қалаға кеткендеріне 1 айдан асқан. Дархан ауылға қайтқанша асықты. Бұлардың ауылы жолдың бойынан қашық болатын. Автобус ауылдың тұсындағы аялдамаға тоқтады. Атасы екеуі автобустан түсті. Дархан ауылын қатты сағынған екен. Ата, үйлердің түтіні көрініп тұр, деп қуана айғайлады. Балам, туған жердің түтіні де ыстық, деді атасы. Қадырбек Сегізбайұлы. Балалар, сұрақтарға жауап берейік. Дархан қайда барды? Дархан қалаға барды. Қалада қанша уақыт болды? 1,5 айдан аса уақыт болған екен. Ауылын көргенде Дархан не деді? Ата, үйлердің төбесінен түтіннің көрініп тұр, деп қуана айқайлады, е? Балалар, жоспар бойынша мәтін бөліктерін анықта дейді. Бірінші, Дарханның ауылға асығуы, екінші, атасы екеуінің ауылға жетуі, үшінші, туған жердің түтіні де ыстық. Балалар, жоспар дегеніміз мәтін бөліктерінің атауы екен. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Ұлы дала ұланымын, күліп аққан бұлағымын, самғай тұғын, зеңгір көкке, мен елімнің қыранымын. Өлеңді көшіріп жазамыз. Зеңгір көк дегеніміз көк аспан, яғни біздің аспанымыз деген мағынаны білдіреді екен балалар. Келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Буыннан сөз құра, ойынына қатыс. Бірінші, қа буынымен сөздер құраймыз. Марат қайық деді. Сәуле қала деді. Жандос қара деді. Ажар бала деді. Алан бақа деді. Асан бата деді. Қандай сөздер шыққанын айт дейді. Бала, бата, бақа деген сөздер шықты. Қайық, қала, қара деген сөздер шықты. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.